жояды, жоқ қылады. Демек, қажылыққа барған, умраға барған кісінің жағдайы жоғарыламаса, ешқашан төмендемейді. Бұл бізге пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям берген сүйінші хабары. Умра дегеніміз не? Умра араб тілінде зиярат ету деген мағына береді. Шариғаттағы мағынасы Алланың разылығы үшін қасиетті Қағбаны тауап ету һәм белгілі құлшылықты орындау дегенді білдіреді. Демек, умра 4 түрлі амалдан тұрады. Осыны ұмытпауымыз керек. Осы жаттап алсақ, бізге өте жеңіл. Біріншісі ихрам. Ихрамды келіңіз, қазір түсіндіремін, ихрамды түсіндіремін. Ихрам. Екінші Қағбаны тауап ету. Мынау біздің ең негізгі біздің құлшылығымыз осы тауап жасау. Ихрамды ниетпен жасаймыз да, оны киеміз ғой. Одан кейін біздің основной біздің ең негізгі құлшылығымыз не? Тауап жасау. Үшінші Сафа Марвада жүру. Төртінші шашын алу немесе қысқарту. Миқат. Құрметті қажылар. Миқат дегеніміз не? Миқат қажылық немесе умра жасау ниетімен ихрам киюсіз өтуге болмайтын, ихрамды кимей өтуге болмайтын географиялық нүктені немесе аумақты айтамыз. Қажылық және умра ғибадатын орындауға келетін әрбір қажы осы аумақтардан өтпей ихрам киюлері шарт. Олай болатын болса, құрметті қыздар, біз мына Астана болатын болса, ертең біз Құдай қаласа ихрамымызды ручной клад бар ғой біздің қол жүгімізге. Ер кісілер, ұмытпаймыз, ертеңгі умра сапарына шығатын ер кісілер ручной кладқа қол жүгімізге бірінші ихрамды саламыз. Екінші ремен, кәдімгі. Үшінші тапчығымызды алып аламыз. Осы үшеуі біздің ручной кладтар болу керек. Қалғандарымызды неге салып жібереміз? Чемоданмен кетеді багажға. Мынау біз паспортный контроль өткеннен кейін ішкі жақта біз ихрамымызды киеміз. Киімімізді шешеміз, қайтадан неге саламыз. Демек, ихрамды киіп құрметті қажылар, міне осы жерден киеміз да біздің Джуфа деген аймаққа жетпей, Құдай қаласа 6 сағат, 6,5 сағат жататын болсақ, 6 сағатқа дейін құрметті қажылар не істесек болады? Аяғым жаурап қалуы ықтимал, аяғым тоңады дейтін болсақ, онда ихрамды кигеннен кейін қайтадан нәскиімізді киіп алсақ болады. Сосын ұшаққа отырғаннан кейін стюардессадан плед сұрап алсаңыз болады, плед. Жамылып жатасыз, отырасыз. Сосын 6 сағат ұшқаннан кейін жарты сағат қалады ғой қонуға. Сол кезде хабарлайды пилот. Құрметті қажылар, біз миқат аймағына, яғни қасиетті аймаққа кіріп келе жатырмыз. Ниеттеріңізді жаңартыңыздар дейді. Сол кезде біз қайтадан ниетімізді жаңартамыз. Ләббайк Аллахума умрата. Я Алла умраға ниет еттім деп ниетімізді не істейміз, жаңартамыз. Сөйтеміз, нәскиені шешіп тастаймыз, пледті стюардессаға береміз. Біз как положено ихраммен отырамыз. Ер кісілер, түсіндік қой? Әйел кісілер үйінен шықпай тұрып, кәдімгідей толықтай ихрамға арналған, яғни умра жасауға арналған киімін киіп шығады. Түсіндіре алдым ба? Киіміңізді киіп шығасыз, как положено әйел кісілердің толықтай жабылуы керек. Қазір оны айтамыз. Демек біз аэропортта келеміз. Қайдан ескерту? Қазақстандықтар үшін бірінші ұшақтан Жидда қаласына баратын болса, біз Жидда қаласына барамыз ғой. Егер Мәдина қаласына барсақ, онда біз кимейтін едік. Жидда қаласына баратын болса, Астана, Алматы, Шымкент, Түркістан және Ақтау әуежайларында ихрамға ниет етіп, ұшаққа отырмас алдын ихрамдардың киюлері міндетті. Киіп аламыз, сосын барып отырамыз. Өйткені мен ихрамды ұшақта кисем бола ма? Әжетхананың іші өте тар, кие алмайсыз, одан кейін нәжіс болады, ал сыртта кие алмайсыз тағы да. Сондықтан ең дұрысы біз әуежайдың намазханасында толықтай ихрамымызды киіп аламыз. Түсіндіре алдым ба? Ихрам дегеніміз не? Ихрам, қажылық, умра немесе екеуін бірге жасау ниетімен құлшылыққа кіру дегенімізді. Ихрам дегеніміз. Құлшылыққа кіру. Яғни басқа уақытта істеуіне рұқсат, кейбір іс-әрекеттерді қажылық немесе умра уақытында өзіне харам қылуды, яғни тыйым салуды ихрам деп айтамыз. Демек, мына амалдар уақытша бізге тыйым салынады, өзімізге. Уақытша тыйым салынады. Айтайық, не нәрсе? Шашымызды ихрам кигеннен кейін шашымызды қысқартуға болмайды.
дененің басқа да түктерін алуға болмайды. Ол сөздің аты жоқ. Иә, қолтығыңыздағы деген секілді түктерін алуға болмайды. Оған дейін алып алуыңыз керек. Тырнақ алуға болмайды. Оған дейін алуыңыз керек. Тігілген киім киюге болмайды. Ер кісілерге ихрамды киеміз, басқа нәрсе кимейміз. Әйел кісілер басқа. Мәсі, аяқ киім және басты жабуға болмайды ер кісілерге. Қолғап, шұлық киюге болмайды ер кісілер үшін. Иіссу себілуге болмайды. Сабын, шампунь қолдануға болмайды. Демек бір жуып болғаннан кейін қашан біз умрамызды бітіргенше осы әрекеттер болмайды. Моншаға кіруге болмайды. Пар болып жаңа терлеуге болмайды. Одан орыс керіс жасауға, сөз таласуға болмайды ихрам киген уақытымызда. Өйткені бұлардың барлығы тыйым салынған. Жан жануар, жәндіктерге зиян беруге болмайды. Ешқандай да. Мәселен, маса шақты ма сіздің бетіңізді деп ұруға да өлтіруге де болмайды. Өйткені тыйым салынады. Маса, жаңа өзінен өсіп шыққан шөптерді ағаштар жұлуға болмайды. Мәселен, андай шөптерді жұлуға болмайды. Бұлардың барын яғында уақытша бізге тыйым салған. Крем, шампунь, влажный салфетка, сабын деген секілді барлығын яғында уақытша тыйым салынады. Ихрам киімі. Құрметті қажылар, міне ихрам екі неден құралады, матадан. Үстіне киетін жапқышты рида деп айтылады да, астына киетін белден жабатын изар деп айтылады. Мен изарды киіп көрсетемін. Екеуі де бірдей мата. Біздің ихрамымыз міндетті түрде болу керек. Қолымызда. Жүксен сөмкемізде. Міне мен оң жаққа жинадым. Оң жаққа жинадым да, одан кейін алып келдім. Бір рет ораймын. Құрметті қажылар, одан кейін ременді қоямын. Ремен үстін тақ жабамын. Түсініп алдың ба? Тақ жаптым ғой. Болды. Енді бұл маған ешқандай қауым жоқ. Ременді қойдым. Енді үстіне жабатын рида. Бұны да менің оң жағыма сәл ұзартамын. Сол жағымда ішке кіргіземін. Одан кейін істеймін, аны жаба саламыз. Егер жаңа неміз болса, осылай ихрамымызды киеміз. Ләббәйка Аллахума умратан. Ләббәйка Аллахума умратан. Умраға ниет еттім. Я Алла Тағала умра құлшын өтеу үшін ниет еттім. Умрамды қабыл ете көр деп қазақша ниет етеміз. Ләббәйка Аллахума умратан десек, үйде әйел кісілер киімін киіп болғаннан кейін осы ниет етіп шығарды. Ниетімізді ұшақта қайта жаңартамыз. Біз де ихрамды киген кезде ниет етеміз. Қайттан ниетімізді істейміз, жаңартамыз. Ер кісілердің аяқ киімдерін қараңыздар. Ең басты бес саусақ көріну керек. Өкшеңіз көріну керек, жоғары жақ көріну керек. Әйел кісілерге аяқ киімнен, киетін киімнен ешқандай шектеу жоқ. Ең басты өзіне ұнамды, жарасымды, тар емес, кең етекті, кең жеңді киімімізді киеміз, сосын істейміз, орамалымыз тағамыз. Өйткені деп отыр, киімге байланысты тыйымдар ер кісілер үшін қатысты, әйел кісілердің үстіне киетін киімі жабылуы тиіс әурет саналатын жерлерін жауып, шашы көрінбейтіндей, шашын көріну керек, орамал тағу керек. Бөтен ер кісілерден жүздері мен қолдарынан тыс, қолымыздан тыс, бар жеріне алу керек, жабылуы керек. Намаз оққанда қалай киеміз, солай киіп шығамыз. Түсінікті болды ғой? Бисмилля. Жеңгесінің тәрбияны айтамыз. Бұл тәрбия бағасы, құрметті қажылар, қайдан? Ихрам киген тәрбиені айтушылар, одан кейін көп айтып жүрген мұстақат, тауықты бастаумен тәрбие ету тоқтатылады. Олар болмаса, құрметті қажылар, біз жаңа айтады ғой пилот, құрметті қажылар, біз харам аймағына кіріп жатырмыз деген кезде, біз осы жаңағы ләббәйк Аллаху умратан, я Алла умраға ниет еттім дейміз да, ниетіміз жаңартқаннан кейін осы дұғаны қайталай береміз. Қай уақытқа дейін? Қашан? Қағбаны көргенше тоқтамай айта береміз. Ұйықтадық, тұрдық, қайталай береміз. Тамақ іштік,
айта береміз. Жүріп бара жатып жолда айта береміз. Олай болмаса құрметті қажылар, мен айтамын сіздер қайталаңыздар. Ләббәйк Аллахумма ләббәйк. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لا لبيك إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لا لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك жетмәді айттық. Құрметті қажылар, міне біз бұны бірге айтамыз. Тәлбияны жеке айтамыз. Бірақ осы тәлбия сөзін қашан Қағбаны көргенше тоқтатпаймыз. Қазақта сөз бар, жаттап алыңыздар. Қазақта сөз бар, 100 оқысаң жат болады, 1000 оқысаң мүлік болады дейді. Мүлік деген ол сенің меншігің болады, ұмытпайсың оны деген. Сондықтан Фатиха сөзін айтшы дейтін болсақ, намаз оқитын кісі Фатиха сөзін ұмытпайды, өйткені неге? Ол меншігі болған. Сондықтан бұл дұғаның меншігі кім, менің меншігім болды дейтін болсақ, онда біз 1000 рет айтуымыз керек болады. Сонда ол өзінің меншігі болады. 2 жылдан кейін айтсам да, кәні абай айта ғой деген кезде, абай ол қайталап жүргендігі үшін ұмытпайтын болады. Ал жаттандық 100 рет. Умраны барды ұмытты, қайта кетіп қалды. Сондықтан бұны айтып жүрміздер көп-көп. Мағынасы не қараңыздар? Мағынасы не? Әлемнің 4 бұрышынан қасиетті Қағбаға осы бір тілде, осы тәлбиені айтып келеді ғой, қараңыздар. Мағынасы өте күшті. Раббым, міне сенің алдыңа келдім. Міне сенің алдында тұрмын. Ләббәйк, міне сенің алдыңа келдім. Я Алла, барлық мақтау саған тән. Барлық мүліктің иесі сенсің. Жаным да, тәнім де сенікі. Я Алла, міне сен шақырдың, мен келдім. Барлық мақтау саған тән. Сенің ешқандай серігің жоқ, я Алла. Міне мен келдім сенің алдыңда. Мен күнәммен келдім. Я Алла, сен мені тазалай көр. Я Алла, сен мені кешіре көр. Осы уақытқа дейін мен жасаған қателігім бар, күнәм бар. Бәрін арқалап алып келдім, мойындаймын. Я Алла, мені кешір. Сен мақтауға лайықсың. Барлық мақтау сенікі. Деп не істейміз? Құлдың дәрменсіз екендігін сезіну. Өзіңіздің құл екендігін сезініңіз. Сол жерде жылайтын жер. Қасиет Қағбаны жылайтын жер, сұрайтын жер. Сондықтан да жылаңыздар, сұраңыздар. Осы уақытқа дейін мен ғапылдыққа салдым. Біліп істедім, білмей істедім. Жаңылыс істедім, әдейі істедім, кешір мен Алла. Сен алдыңа келдім, мені тазалай көр. Өйткені жәннаттың сыйы бұл умраның қабыл болған оның сыйы жәннат дейді. Сондықтан жәннатты алып қайту үшін осылай жанымызбен, тәнімізбен, шын ықыласымызбен Алладан сұрауымыз керек. Осы жаттауымыз керек, құрметті қажылар. Жаңа бірінші кезек ихрамды кидік, енді не істейді, құрметті қажылар? Біз Құдай қаласа отырдық, ұшаққа отырдық, 6,5 сағаттай ұшып